Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше тюльпан самсаларын жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетсеңіз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен бір жұмыртқамызға сүт, айран, тұз және өсімдік майын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қамыр қопсытқышымызды ұнымыздың үстіне салып, електен аздап массамыздың үстіне ұнымызды салатын боламыз. Қоюланғанша қасығымызбен осылай араластырып, біркелкі етіп қамыр илейтін боламыз. Дайын қамырымызды 30 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін фаршымызды дайындап аламыз. Жуасын, тұзын, бұршын қосып жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды дәл видеодағыдай етіп, ұзынша етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Тақтайымызға ұнымызды сеуіп, бір бөлік нанымызды жұп-жұқа етіп, домалақ қылып ысып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп, жартылай кесеміз пышақпен. Ішіне фаршымызды салып, дөңгелетіп орап шығамыз. Астын дәл видеодағыдай етіп түйеміз және формасын келтіріп дұрыстаймыз. Дәл осылай етіп жасайсыздар. Өте оңай жасалады. Тюльпан самсаларымыз дайын. Енді жұмыртқаның екі сарысына азғантай сүт қосып, жақсылап араластырып, самсаларымызға жағып шығамыз. Немесе самсамызды сол жұмыртқаға аунатып алуымызға болады. Ешқандай пішінін жоғалтпайды, және де күнжутқа осылай аунатып алсаңыз болады. Бір түрге. Самсаларымыз дайын болды. Енді 180 градус алдын ала қызып тұрған пеште 30-35 минутқа жақсылап пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын. Жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Дастарханыңыздың сәнін келтіріп, қонағыңыздың көңілінен шығады деген ойдамын. Видео ұнаса менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ас болсын.